Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгін бізде өзін-өзі тану пәні. Бүгінгі тақырыбымыз қызмет ету қуанышы. Сабақтың мақсаты студенттерді қоғамға адал қызмет ету туралы түсіндіре отырып, дұрыс әрекет ету құндылығының мәнін ашу. Бүгінгі сабағымызда оқытудың нәтижесі кәсіп, қоғамға қызмет ету ұғымдарына анықтама береді. Таңдау мен мамандық арасындағы байланысты анықтайды. Қоғамдағы рухани адамгершілік құндылықтары мен мамандық арасындағы байланысты анықтайды. Бағалау критерийлеріне келетін болсақ, отбасының адам өзін-өзі анықтаудағы рөлін анықтайды. Өз отбасының дәстүрлерін сипаттайды. Қоғамның отбасылық және отбасылық құндылықтарға әсерін бағалайды. Өз мамандығын таңдаудың және адам отан игілігі үшін жасампаздық еңбектердің маңыздылығын негіздемесін береді. Бүгінгі сабағымыздағы әңгімелесу, яғни сұхбат бөліміне келетін болсақ, алдыңа қандай мақсаттар қоясың? Өмірдегі таңдауларың мен қызығушылықтарың қандай? Азамат дегенді қалай түсінесіңдер? Адамның бойында, азаматтың бойында қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсыңдар? Сенің ойыңша азамат болу үшін өмірде қандай құндылықтар мен қағидаларды, ұстанымдарды басшылыққа алу керек? Бұл тапсырмамызға дескриптор ретінде алдыңа қандай мақсаттар қоятын туралы ойын ашық айтады. Яғни студенттер адамның бойында, азаматтың бойында қандай қасиеттер болу керектігін, яғни түсінігін айтады. Дәйек сөзге тоқталатын болсақ, ел үшін, ел мен үшін не істей алады деп сұрама. Ол ел үшін өзің не істей аламын деп сұра. Яғни бұл сөзді Джон Кеннеди айтқан екен. Енді мына жерде бір тал бидай туралы аңыз әңгімеге тоқталып өтсек, сіздер мұқият тыңдаңыздар. Ертеде ел ішінде тараған бір аңызда бетпақдалада дәу қара тас тұрған. Маңда бір түп ақ бидай тастақты жерге өніпті. Бірақ жерден алары нәрі болмаған, ол бірте-бірте жүдеп, жадап сола бастапты. Мұны байқаған жеті қанаты бар жігіт жел барлық қанаттарымен бір тұп бидайға көмек көрсетіпті. Бірте-бірте бидайдың бойына нәр кіріп өне бастайды. Сонда оған тіл бітіп, мен жарық дүниеге тұңғыш келген бидай едім. Түскен жерім тас екен, сендер ғана маған мәңгілік өмір сыйладыңдар. Бұл жақсылықтарыңды қалай қайтарсам екен деп сұрайды. Сол кезде күнге тіл бітіпті. Сен мың тіршілікке барлық тірілердің тамағы ас-анасы бол, депті. Су оны асырауға, жер оны сақтауға, күн оны өзінің шуағымен аялауға, ал жел оны көбейтуге уәделерін беріпті. Міне солардың қамқорлығының арқасында сол бір түп бидайдың өсіп өнген қаншама ықылым замандардан бері адам атаулыға адал қызмет етіп келеді. Яғни бір түп бидайдың өзінің қаншама аңыз әңгімеде мағынасы бар екен. Келесі тапсырма бізде әңгімелесу. Кезек сенікі, келер ұрпақ, яғни Ыбырай Жақаевтың әңгімесі сөзінен жазылған. Балалар, күріш, бидай, жүгері, күнбағыс нелерге жатады бұлар? Яғни бұлар дәнді дақылдарға жатады екен. Дәнді дақылдарға не қажет? Олар өсіп өну үшін оларға не қажет? Ең бірінші ауа, су, жарық, жылу, топырақ, минералды тұздар қажет екен. Балалар, студенттер, күріш қай облыста егіледі? Сіздер білесіздер ме? Яғни, сіздер анықтап, маған жауабын айтсаңыздар болады. Қызылорда
Қазақстанның қай жерінде орналасқан? Яғни бұл Қызылорданы сіздер физикалық картадан қарап, өздерін анықтап айтсаңыздар болады. Қазір осы мәтіннің авторымен танысайық. Ыбырай Жақаевтың бізге деген өсиет әңгімесінен не ұқтыңдар? Өздерінен әлемдегі ең асыл не деп сұраса, қалай жауап берер едіңдер? Ыбырай Жақаев нан жайлы ойын былай білдіреді. Егер менен әлемдегі ең асыл не деп қалса, бөгелместен нан деп жауап берер едім. Себебі нан әлемнің жарығы, күннен нұр алады, адамға күннің нұрын құяды, оның өмірін күндей жарқыратады. Қарт диқан қоғамға қалай қызмет етті, ал бізге қалай қызмет етуде аманаттайды. Мәтіндегі бір үйлі жанбыз, бір-бірімізге мейманбыз деген ойды қалай түсінесіңдер? Ыбырай Жақаев айтқан 6 қасиет адам бойындағы болу үшін не істеуіміз керек деп ойлайсыңдар деген сұрақтарға жауап беріңіздер. Ендігі тапсырма бізде шығармашылық жұмыс. Яғни мен шығармашылық жұмыста 2 тапсырмаға бөлдім. 2 тапсырманы сіздер жауап берсін. Платонс платформасына жүктедім. Яғни Платонс платформасында сіздерден кері байланыс күтемін. Бірінші тапсырма: сөздер мен олардың анықтамаларын салыстырып, әр сөздің өзіне сәйкес келетін анықтамасын табыңдар. Екінші тапсырма: берілген мәтінді оқып, отанды сүю, оған қызмет етуге қатысты адами қасиеттерді іріктеп алып, өз қорытындыларында шығарыңдар. Яғни өз ойларыңызды толығырақ бүгінгі тақырыпқа байланысты осы 2 сұраққа толық жауап берулеріңізді сұраймын. Осы сұрақтарға сіздер дәптерге тапсырмаларды өз беттеріңізше орындайсыздар. Үйге тапсырма: Ыбырай Жақаев, Бауыржан Момышұлы туралы реферат дайындау, Мақсұт Нұрділдаев, Ыбырай атаның ізін жалғастырушы туралы мәлімет жинау. Енді сіздерге бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, сабақты қорытындылай келе, қорытынды сәтті тыныс алуға зейін қою. Баяу музыка қойылады. Студенттер, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, тыңдағандарыңызға рахмет. Тапсырмаларды кері байланыс ретінде Платонс платформасына жүктеңіздер. Бүгінгі сабағымыз сау болыңыздар. Сабағымыз бітті, сау болыңыздар.